Сәлем достар, бүгін біз сіздермен демеулік шылаулар, оның ішінде сұраулық демеуліктермен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Демеулік шылаулар орыс тілінде частица, тіркескен сөздеріне қосымша мағына өң беретін шылаулар. Олар бірнеше түрге бөлінеді. Сұраулық демеуліктер күшейтпелі, нақтылы, шектік, күмәндік, болымсыздық демеуліктер. Вопросительные частицы па, пе. Па, пе сұраулық демеуліктері м, н, н, ш, с әріптерінен кейін қойылады. Мысалы, мынау қалам ба? Это ручка? қалам сөзі жуан болғандықтан па демеулігін жалғаймыз. Мынау көз бе? Это глаза? Көз сөзі жіңішке болып айтылғандықтан пе демеулігін жалғаймыз. Следующие вопросительные частицы ма, ме. Ма-ме сұраулық демеулігі дауысты дыбыстардан кейін, сонымен қатар л, р, у, и әріптерінен кейін қойылады. Мысалы, Мынау шар ма? Это шар? шар сөзі жуан, сәйкесінше ма сұраулық демеулігі жалғанады. Мынау гүл ме? Это цветы? Гүл сөзі жіңішке, сәйкесінше ме сұраулық демеулігі жалғанады. Следующая пара вопросительных частиц па, пе. Па, пе сұраулық демеуліктері қатаң дауыссыз дыбыстардан кейін, сонымен қатар б, в, г, д фонемаларынан кейін қойылады. Мысалы, например, Мынау қорап па? Это коробка? Мынау сурет пе? Это рисунок? қорап сөзі жуан болғандықтан па, сурет сөзі жіңішке болғандықтан пе сұраулық демеулігі қойылады. Сонымен сұраулық демеуліктері қандай сөз табымен келгеніне, қандай тұлғада тұрғанына қарамастан үнемі сұраулы мәнде жұмсалады.